أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі 1 қазан Жұма күнгі уағызымыздың тақырыбы жемқорлық жөнінде болады. Жемқорлықтың зардаптары дейді, қалай болғанда коррупция айласындағы әңгіме болады иншалла. Коррупция, жемқорлық бұл негізі жақсы емес, тіпті өте қауіпті зат. Қауіптілік қай жағынан? Қауіптілік жан жағынан. Көбісі ойлауы мүмкін, жемқор адам ол жақ қарын ашты ғой, жеді ғой дейік. Өздерінше бір жақ қорғаушы адвокаттар болуы мүмкін. Ол самалғана жетті, оның бар болған жерге 1-2 миллиард теңге деген сияқты. Жоқ, Құдай сақтасын. Бұл жемқорлықтың Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай деп айтқанында аяты бар. Астағфируллах. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Бақара сүресінің 118 аятында Алла Тағала не деп айтып тұр? Араларындағы мал дүниелерді бұзық жолмен жемеңдер. Сондай-ақ біле тұра адамдардың дүниелерін бір бөлім жеу үшін билерге апармаңдар. Бұл жерде билер деген мағынасы хуккам, яғни билеуші, басшы деген мағына. Әрбір белгілі бір әртүрлі мекемелерде қызмет қылатын бір адамдардың мәселесін шешіп беретін. Бұл мында айтып тұр, жеке адамның ғана емес дейді, бөтен бір мемлекеттің дамуына, өсіп өркендеуіне кедергі болатын жемқорлық атаудан әрбір Алла Тағалаға иман келтірген адам аулақ болып, адал табыс табуға үлкен мән беруі қажет дейді. Бұл жерде қысқасы айтылған болуы мүмкін. Бұл тақырып Жұманың уағызының тақырыбына кірген болса, демек өкінішке орай құрметті жамағат, қандай бұл тақырып қай бір елде айтыла бастаса, бұл жағдайдың мәз емес екендігін. Әрине статистикалық мәліметтермен пәленше процент, осынша процент дегенде айтпаймыз. Оны әртүрлі мемлекеттік мекемедегілер, басқа да құзыретті органдар біліп отырған шығар, біледі де. Бірақ жемқорлық жайлаған қауым, жемқорлық жайлаған ұлт болсын, жемқорлық жайлаған мемлекет болсын, ол құрайды. Себебі бұны сіздер айтып болмауыңыз мүмкін. Кейбір ұстаз бір қатты айтқан шығарды, Құдай сақтасын. Қатты айтқанымыз емес, бұл пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өміріне, егер де осы мешітке келген әрбір жамағат, әрбір мұсылман бауырымыз шын мәнінде Аллаға сеніп, және оның соңғы пайғамбар Мұхаммедке иман келтірген болса, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям әрбір хадисіне, сөздеріне мән берген болса, мынадай бір оқиға болады. Білесіздер, Медина қаласында мұсылмандардың күшейіп, кәдімгідей онымен басқа елдер, басқа ұлттар, басқа діндегілер санасаттай дәрежеге жетіп күшейген кезінде Махзум деген тайпа болады, Құрайштың 2 тармағы болатын болса. Сол Махзум тайпасынан бір әйел ұрлық қылып қояды. Бір әйел ұрлық қылып қояды да әлгі жерде не істейді? Енді өзіңіз ойлаңызшы, белгілі бір елді мекенде бір атақты бір 2 ру. Яғни Мекке қаласындағы атақты 2 ру, кезек-кезек билік бар. Соны атақты рудың адамы бір әйелі ұрлық қылып қойды. Қолын кеседі деді. Хат. Алланың жазасы белгіленген шариғатта. Әлгі Махзум тайпасының өкілдерінің ішіне адамдар шығарды. Не істейді? Жолдар істей бастайды. Ал жолдар іздей бастайды да сұрастыра бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай кісі, оның кім, оның несі, бәрі сұрастыра бастайды.
Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті сахабаларының бірі Заид ибн Сабиттің баласы Усама ибн Заид деген жас жігіт бар. Усама ибн Заид. Әлгі кісілер мысалы делегация келеді ғой. Стаффер Вашингтон типа разводящий деген сияқты ғой. Делегация келеді, Усама ибн Заидті алып, Усама, біздің осындағы Махмұд тайпасынан бір атақты әйелді қолын кесілді бар. Ол ертең бізге абыройсыздық болады. Ойбай біздің бетіміз жер болады, ертең елге қалай қараймыз деген сияқты сондай сөздерді айтып келіп, әлгі кісіні, әлгі жас баланы пайғамбарымыз жақсы көрді, Усама ибн Заид. Қараңыздаршы, ол кез келген кісіні жіберген жоқ. Усама ибн Заид, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көретін сахабасын, жақсы көретін жас бала сахабасын жібереді де Усама ибн Заид пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға я Расулаллах дейді. Инна Құрайш қауны ғазима ән тақтара яда мар'атин бани махзум деді. Әлгі Усама ибн Заид ол кісі өте әдепті жас бала, я Расулаллах деді, я Аллахның елшісі. Мына Бани Махзум тайпасындағы осы бір әйелдің қолының кесілетіндігі дейді, Құрайштарға өте ауыр келіп жатыр деді. Олар бұйрық бере алмайды ғой, қылма бір нәрсе бүкпей түседі. Сахабалар әдепті, өте инабат деді. Ауырлық қылып жатыр, не істейміз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашуланып кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрметті жамағат, егер сіздер өмірді дұрыс оқыған болсаңыздар, өмірді дұрыстап мән беретін болсаңыздар, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің жеке басына тиісетін кездері ол көп ашуланбайтын, мүлдем ашуланбайтын. Ал бірақ жамағаттың, қоғамның, мемлекеттің, халифаттың, болашақ үмметтің болашағына зиян келетін іс-әрекет болса, беті қызарып ашуланып кететін да. Өзі сондай шырайлы кісі, өзіңіз көресіз, әдемі сұлу кісі ашуланып кетіп, беті қызарып кететін. Ашуланып кетеді, я Усама деді. Аташфау фи худуди мин худудилла деді. Ей Усама, сен Алла Тағала бұйырған, Алла Тағала жазайып бекітілген істе, сен соған екі ортада шапағатшы болып, әлгі қылмыс істеген адамды құтқарғың келе ме деп ұрса тұрып, қатты сөзін басып жіберді. Сөйтті де сол кезде мешітте жаңа минбер тұрады, осындай мінберіне шығады да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мінберге шықты дегенде демек мәселе өте ушығып кеткендігі, мәселенің өте маңыздылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбір сахабаға бөлек отырып айтатын нәрселер болған. Бөлек. Жеке басына байланысты, біріншіске. Ал бірақ та жамағаттың алдында мінберге шықты ма, демек бұл сөзді кім бұрмаласа, егер де бұл сөзді мойындамаса, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне қарсы шыққан болса, ой мүмкін емес қой, анау бойда мұрын тышызайтып менсінбей қарайтын болса, ол мұсылманның мұсылман еместігі, ол мұсылманның кемел емес, қайта әлгі мұсылманның жүрегінде ауруының бар екендігі. Шықты да айтады, иннама ахлака мимман қаблакум إذا سرقوا فيه الشريف أتركوا وإذا سرقوا فقيرا أو ضعيفا لقطعوا أو لا قاموا عليه الحد dedi. Ey Müslümanlar dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına karatadı. Elbette sizlerden aldığında ötken kavimlerin içinde егер де bir ülken bilik yegesi, ülken bir derece yegesi, немесе ülken hizmet yegesi, немесе ülken sonra атақты кісі ұрлық қылған болса, оны құтқарып жіберіп, ал егер де әлсіз, ешкімі жоқ кедей қылатын болса, әлгі кедейліге жазасын қылуы әлгі қауымдардың, әлгі ұлттардың жоғалып кетуіне себепкер болды. Қараңыздаршы, бұнда айтып тұрған жоқ, өзіне жоғалып кетті. Демек, бұдан шығатын қорытынды, егер де кім ұрлық қылған болса, ол ұрлық қылған адамға жаза шыққан тегіне, руына, фамилиясына, басқа да бір нәрсіне сәйкес еш уақытта шегерім қылынбау керек, орысша айтқанда слиттер қылынбау керек. Бұны мен айтып тұрған жоқпын, бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Әрине ол көп адамдарға, көп бауырларымызға нәпсісіне ауыр тиюі мүмкін. Кейбір бауырларымыз кейде маған келіп айтады, сіз жаңа қатты айттыңыз, немесе маған жоқ тұрған. Әрине сіздің нәпсіңіз, мына жүректегі нәпсі деген сондай зат, өзіне байланысты, өзінің бір айыбына байланысты уағыз насихат кеткен болса, қабылдамайды, тәкаппарлық бар.
ой субханалла, мына ауыр айтты ғой, қатты айтты ғой, бүйтті ғой, сөйтті ғой. Бұл сөздерді мен аспаннан отырған жоқпын. Бұл сөздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды шарх қыла отырып, Құранды тәфсир қыла отырып, бізге Алла тағала қалай бұйырды, соған дейін жеткізіп берді. Біз тек екі ортада пайғамбарлардың иншалла мирасқорларымыз. Өйткені пайғамбар хадисінде айтқандай, әл-ғұламау варасаул әнбия деді. Әлбетте ғалымдар әнбиелердің мирасқорлары, әнбиелердің мұрагерлері деп тұр. Нәбилердің, пайғамбарларының. Сол себепті шариғатты кімде-кім жеткізетін болса, ол кісінің сөзін құрметті жамағат ауыра алмаңыздар. Енді біз адамзат баласына арналған бұл шариғат болғаннан кейін біз бұны астағфирулла, мысалы жаңағы Марста мынандай екен, Юпитерде мынандай, Меркурийде бай, Сатурнда бай деп басқа планета айтпайды ғой. Жердегі екі аяқты жұмыр басты пендеге байланысты айтылған. Бұл бір біз бен сіздің арамыздағы қарым-қатынасымыз Алланың разылығын табу үшін болу керек та. Алланың емес, пенденің разылығын табу болды ма, ондағы ол қарым-қатынас, ол дүниелік қарым-қатынас жақсылыққа келмейді. Пайғамбарымыз сол сөзді айтқан, ақырет үшін дос болыңдар. Ақырет үшін дос болыңдар. Ақыретте Алла тағаланың алдында сіздерге айтылған қандай да бір уағыз насихатты Алла тағала айтты ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, соны қабылдап, мойындап, басқа жерге жеткізсеңіздер, Алла тағала сіздердің аманаттарыңызды орындағандар болып табыласыздар. Өйткені білесіздер, көбісі ойлайды, жемқорлық деген ол жаңағы бір адвокаттар оны қорғайды, анау мынау деген сияқты. Жемқорлық ол кәдімгі екі аяқты жұмыр басты пенде, бірақ олардың аппетиттері өте зор та. Жаңа мысалында бір бар ғой, білесіз, National Geographic деген канал бар. Алатта бір жаңа барракуда, акула, кит, басқа да сондай жыртқыш аңдарды, жаңа крокодилді, жаңа барракуда, жаңа пирани болсын, балықтарды аулайды да, міне ауладық дейді де, жібере салады. Енді ол National Geographic ол түсінікті. Бірақ адамдардың арасында, сондай жемқорлардың арасында осындай акулалар жүр да, пиранилар жүр қасында, майда жүйе. Оның аты бар, оның фамилиясы бар, оны кенжебек айту шарт емес. Оны көбісі ойлайды, жемқорлық ғой, анау ғой, мынау ғой деп сары уайымға салынып, бір нәрсе істелмейді ғой, бүйтілмейді ғой дейтін сары уайымшылар. Қараңыздар, мұсылман бауырлар, сіздер бұл сөзді үмітсіз шайтан дейді. Үмітсіз адамына шайтан. Демек, мұсылман адам, мен мұсылманмын, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмметімін. 5 уақыт намазын оқимын, шаман дегенше қажылықтың, басқа діннің нелерін орындаймын. Бірақ та бір істеген кезде үмітсіз болып, ойбай жоқ, бұл істелінбейді деп сары уайымға салынса, онда ол шайтанға ұқсаған. Өйткені айтып тұрады, үмітсіз шайтан, тек қана шайтан ғана үмітсіз. Егер шын мәнінде Аллаға тәуекел еткен пенделер болатын болса, кез келген қандай да бір зор болмасын, зорлардың зоры, бәрін орнына қойып алады. Өзінің жеке басында бір өткен оқиғаны айтайын. Енді Алланың қалауы бір сынақ болып бір кісімен солай бір төбелескен жоқ, солай сақтасын. Осылай не алып қалдық енді ілісіп. Әлгі кісі маған айтады, ой, менің Парижде туысым бар деп. Сосын мен алдында айттым оған. Айтпай ақ қой, не айтқанымды ол түсінетін тілде айттым да. Боқтаған жоқ, құдай сақтасын. Ойлап қалмады, құрметті жамағат, боқтады екен. Жоқ. Ол түсінетін тілде айттым. Кейін Алла тағала тәубесіне келтіріп, бұл жерге түсті да. Осы Қазақстанда Алматыда болған жағдай. Ол үлкен қызметті айтты. Пәлеше нәрсе дейді. Бірақ Алладан күшті емес қой дедім де мен. Бұны мақтаныш үшін айтып тұрған жоқпын. Алла тағала, Құдайға шүкір, осы бір сынақты беру арқылы, осы бір сынақты бере отырып, маған мысалы көзімді ашу арқылы, менің иманымды күшейту арқылы сіздерге жеткізуімді нәсіп етіп отыр да. Неге? Бізде бір-бірімізге қарап тұрып, мұсылманның айнасы дейді. Бізде бір-бірімізге қарап тұрып, егер бір бауырымызда кемшілік болатын болса, Алла тағала мына кемшіліктен мені сақташы деп. Егер де бір бауырымызда жетістік болатын болса, Алла тағала мына бір жетістікті маған нәсіп етші деп дұға қылып. Ал бір жетістігін кемшілік көріп қалсақ, ой, оны сырттан жамандап, өсектеп, жала жазып, жаңағы тоқылдап, басқа да бір жаңағы сөздер етіп тасып, ол шайтанның ісі. Қоғамда не барынша бұл жемқорлықпен күрес, бір шиновниктің бір сөзі бар ма, бір жерде естіп қалғам. Жемқорлықпен күрес дейді, мысалы айтылады. Ол халықтық болу керек дейді, жалпы халықтық. Фамилиясын ұмытып тұрмын, білмей айтпай ақ қояйын, білсем де.
Ол жемқорлықпен күрес халықтық болу дегені осы жамағатқа келген, осы жемқорлыққа байланысты қандай уағыз насихат естіген кісі болсын, қандай жерде болсын, шамасы келгенше бірінші қолменен, болмаса сөзбенен, болмаса жүрекпенен. Бірақ жүрекпен әрине тоқтатқа ол иманның әлсіздігі дейді. Сол себепті шамамыз келгенше сөзбен тоқтату керекпіз. Ей жемқор, жемқорбайдың баласы жемқор, сен қаншама жаңа миллиардты жей бер, жаңа тонай бер, ақыр соңында сен ол жемқорлық тонаған үшін балаң мен немереңе жауап береді. Ертең соларға жауабы қиын болады. Алла тағала сол жемқорлығына сәйкес саған бір ауру жібереді деп айту керек. Ей жемқор, әрине сенің аппетитіңді оны тойдыра алмайды, пока топырақ көзіңе түспейінше. Бірақ сен қаншама хақын жеп жатқаныңды ұмыт. Қаншама жетімдердің, жесірлердің, мүгедектердің, пенсионерлердің, талайдан талай пенсионерлер, талайдан талай мүгедектер пенсияға шыға алмай не себепті? Бір жемқорлық амалдың кесірінен. Менің бір туысқандарым қайтыс болып кетті кезінде. Осы жемқорлықтың кесірінен. Неге? Өйткені ол кісілерге солай бір кісілер қылды, сұрады, өйтті, бүйтті, әйтеуір аңлап мүгедектігін ала алмай қайтыс болып кетті. Сол себепті құрметті жамағат, жемқорлық біздің қоғамда бар. Оны мен аз ба, көп па оны айтпай-ақ қояйын. Оны әрқайсыңыз өздеріңіз қарап, немесе әртүрлі телевизиялық каналдардан, әртүрлі жаңалықтардан салыстыра отырып көрсеңіздер, көре тұра соған өзгеруге әрекет етпесеңіздер, онда бұл жемқорлық күшейе береді. Ал жоқ, ана көп адамдар бар ғой, әкесі немесе қайнағасы, қайнатасы бір машина беріп қояды, должность беріп қояды, болды, ешнәрсеге араласпа, үндеме дейді. Жамандықты көріп жатса, көріп өтіп кетті. Соқыр бол, ана жерде келең бол, жоқ ондай болмайды. Дұрыс, ол жаңа сізге қызмет берген танысыңыз, туысыңыз, қайнағаңыз, досыңыз, нағашыңыз, жиеніңіз, әпшеңіз, әпкеңіз, атаңыз, әжеңіз кім болса ол болсын. Бірақ ол ең жоғары рызық беруші Алла тағаланың алдында саған сол қызметті бере отырып, әлгі бір жамандықты көріп тұрсаң, әлгі бір зұлымдықты көріп тұрсаң, жемқорлықты көріп тұрсаң, коррупцияны көріп тұрсаң, бетін тіліп тұрып айту керексің. Мейлі кім болса ол болсын. Аллаға тәуекел етіп айтасың, Алла тағала өзі көмегін жіберді. Пендеге тәуекел қыласың, пенденің құлы боласың. Сол себепті құрметті жамағат, бұны ауыр айтты демеңіздер. Ауыр айтқан болсам кешірім сұраймын. Бірақ ол ауыр айту бұл бір жаңа менің бір жеке өз басының мүддесіне шығып тұрған жоқ. Мына уағызда жазылғандай, жеке адамның ғана емес, бүтін бір мемлекеттің дамуына, өсіп өркендеуіне кедергі болатын жемқорлық атаудан әрбір Алла тағалаға иман келтірген адам аулақ болып, адал табыс табуға үлкен мән беруі қажет деп тұр. Бұл жерде қажет деген сөз әлсіз деп айтылған. Қажет емес, міндет деп айтылған. Себебі неге? Егер де жемқорлық, коррупция қайбір мемлекетте күшейген болса, пайғамбар хадисте айтып тұр ғой, ол мемлекет құрып кетеді деп отыр. Неге? Егер де бір мемлекет сондай коррупциясы мықты болса, оның қасында көрші мемлекеттер, басқа да ұлттар келеді, әлгі сатылатын адамдарды, жемқор адамдарды әкетіп жүреді ғой, мә деп лақтырып жібереді. Бір пашка ақшаның әлі басқа бір әлгі адам сатылып кетеді де, халықтың мүддесі, мемлекеттің мүддесі тұрған жерде басқа бір адамдарға, басқа бір ұлттарға, басқа бір жауларға, жаулық ниетте кеткен басқа мемлекеттің адамдарына барлығы естеледі. Ал мына жерде жергілікті халық, мұсылмандар, үмметі, дін үмметі, діннің қызметі, Алла тағаланың разылығы деген жерге естейді. Ей, сол себепті пайғамбарымыз болса мына бір хадис ол зикірде мекерде айтылмаған. Онан қалса егер де тарихты оқыған болсаңыздар, баяғыда мен бір уағыздардың ішінде Шурайх Қази деген кісі айтқан болатын. Шурайх Қази деген кісі сондай кісі 100 жасқа шейін өмір сүреді, 100-ден асып. Соның ішінде 60 жыл қази болады, современный тілекте судья болады. Әлгі қази болғандығы соншалық Омардың кезінде болып, Омар, Осман, Али, Мұғауия 60 жылық қазилық қылу деген өзіңіз ойлаңызшы. Бұл судьялық, яғни қазилық қылу, бұл әділ қази болу екен бір. Ислам мемлекетінде ол бір бөлек ерекше құбылыста. Мүмкін емес деген мүмкін кейбірлер. Ондай мүмкін. Кезінде біз балалық шағымызда айтатын, пәленше бір осы ол кездері кеңес одағының кезі исполкомның первый секретары дейді ғой, облыс исполкомның, облыстық атқару комитетінің бір секретары, бір марқұм кеткен. Сол кісі үлкен бір генералдар алдына алып келген да. Енді бала кезінде еститінбіз, бала кезінде. Мен өзі баламын ғой. Көрдік деп айта алмаймыз, астарда өтіп айтқан боламыз. Яғни облыстың қарапайым исполкомның бірінші секретарының мықтылығы соншалық, солай генералды, генералский должность отырған адамды алдына алып келеді.
Мүмкін бе? Мүмкін әрине. Ал мүмкін емес. Ой, ондай, ой, біз біткенбіз ғой, біз сөйткенбіз ғой деп сарыуайымға салына беру, ол үмметтің сатқындары, құрметті ағалар. Үмметтің, ұлттың, мемлекеттің сатқындары. Яғни коррупция дұрыс қой, коррупция жақсы, астағфирулла, сондай сияқты жемқорлық ана ғой деп. Жоқ, ол сатқындар. Оларға уголовный кодекс бойынша госизмена деген статьямен соттау керек. Себебі не? Өйткені ол алады да өзінің, мысалы, қараңыз, қорқақ адам басқа бір адам бір істейін деп тұр. Біліп тұр, мысалы, бір тергеуші ма, басқа бір жаңа осыны көрсеткен адам. Әлгі жерге кетіп, ой, істемей-ақ қой, ой, қиын ғой, ол кісі пәленшенің көкесі ғой, нағашысы ғой, жиені ғой, құдасы ғой, таусылмайтын, трайбализм ба, таусылмайтын жаңағы кумовство ма, басқа да бір нәрсенің бәрін айта беретін болса, ана басқа бір адамға қорқыныш жүрегіне енгізіп жібереді да. Яғни дезинформация алды да әлгі басқа бір адамды әлсіретіп жібереді. Ол кісі істейді деп тұрғанша Алланың разылығы үшін алды да, ойбай, пәленші көкеміз ертең ренжіп қалады, ашуланып кетеді. Ол көкең болсын, сен болсын, Алла Тағаланың астында жүрміз ғой бәріміз. Алла Тағаланың рызық неметіне ашып жүр. Бірақ әлгі көкең рызық неметті басқа жетім жесірлерге, мұқтаждарға, қандай да бір әлеуметтік әлсіз топтарға арнауға мүмкін. Миллиардтап жұтып жатыр, миллиардтап жұтып жатыр. Оның баласы жұтып жатыр, немересі жұтады, шөбересі жұтады. Тоймайды ол. Кейбіреулер айтады да осы пәленше деген жемқор, ұялмай ма, тоймай ма дейді. Ей, субханалла. Құрметті бауырлар, жемқорлардың тойдым қой, болдым мен деген жер жоқ. Бақа топыраққа кетпейінше. Жемқорлар кім айтып тояды деп? Жемқорлар тояды, немесе оның аппетиті қашып кетеді қай уақытта? Олардан біреулерге сұрай бастады. Жемқор, сен осынша миллиард тонады ғой енді. Қашанды тонайсың деп бір дұрыстап сұрай бастаса, сондай әдісті қолданса, әлгі жемқор аппетит жоғалып бастайды. Аппетит жоғалып, істейді, ұрлағаныстан қайта орнына бастайды. Оған дейін сыртынан жаңағы ол Алладан қорқпай ма? Субханалла, ұры адам Алладан қорқады деген ол өтінбейді. Сирек жағдайда астағфирулла. Болмайды өте әлсіз. Себебі егер ол ұрлық солай өтеп, тізбектеп кеткен болса, күшейіп кеткен болса, клановый болатын болса, группировка болатын болса, преступный группировка айналып кетсе, олар қорқпайды еш уақыт. Неге? Біз пәленше румыз, біз пәленше ағайындамыз, пәленше доспыз, біз тонаймыз еді. Олар жаңағы, олардың шайтандары солай жүректеріне өзінше уақыт Алла Тағала мүмкіншілік береді. Өйткені қараңыздар, Фирғауын да солай болды. Әна раббукумул а'ла деп келді. Құранда Алла Тағала Фирғауын сөйлеп келді. Мен сіздердің жоғары тұрған Раббыларың, яғни сіздерге тамақ беруші, өмір беруші, қызмет беруші, асыраушы деген сияқты болады. Алла Тағала соған сәйкес соны жерден төменге түсірді, оның денесін осы қияметке шейін сақтап қойды. Не үшін? Фирғауынға ұқсағысы келген қандай майда жемқорлар, қай ұлт болма, қай мемлекетте сүрме, сен жемқор болып, коррупционер болып отырып, ана Фирғауынға ұқсаған келсе, артың нашар болады, артың сорақы болады, артың ауыр болады, өкінішті өтесің, сенің балаларың қиналады, немерелерің қиналады. Ал соны басқа адамдар көріп тұрып, ойбай жоқ, ол кісіге тиісуге болмайды, ол кісі осындай, ол кісі әулие да астағфирулла, ол кісі сондай деп. Пенде ғой, пенде болғаннан кейін бәріміз қателесеміз. Менің өзім қателесемін. Сол себепті құрметті жамағат, бұл коррупциямен, жемқорлықпен күрес, әлгі бір чиновниктің айтқандай жалпы халықтық күрес болу деген қалай болады? Халықтың ішінде бір адам жақсы біледі, бір адам әлсіз біледі. Екеуінің басы қосылады да бірге дәріге коррупцияны ұсталады да жағасынан. Оған самасут қылмайды. Соған коррупциямен айналысатын, жемқорлықпен айналысатын органға апарып, мына пәленше түленшек, осы бір апта 10 миллиард алды, алдыңғы апта 100 миллиард алды, осы бір орнына қойыңыздар дейді. Талап етеді, әлгі коррупцияны істейді, шығара бастайды. Тәуба етейінші дейді, тәуба етейінші дейді. Болмаса ол не дейді, бәрін сатып аламын, жемқорлық деп ол ана бір әзілкеш бір кісінің айтатындар ғой. 90 табаққа тоймасам, оқыра берсем, жақыра берсем, аны жесем деген сияқты тоймайды жемқор адам. Бақа топырақты кетпейінше. Ол пайғамбарымыз саллаллаху хадисінен алынған, ол Құран Кәрімде қаншама оқиғаларды қарасаңыздар, Фирғауын болсын, Фирғауынға ұқсаған кісілер болсын, Қарун деген бай болған. Фирғауынның кезінде Мұса алейхиссалам кезінде. Әлгі сондай жүретін болған, кілттерінің өзі 8 адам көтерген дейді. Сондай бай, бірақ ол жері шықпайды да. Неге? Ол жаңа өз біліммен мына байлық таптым деген үшін Алла Тағала оған жаза есебінде, басқаға ескерту есебінде осы жазаны көрсетті.
Егер де кімде кім оны ойлауы мүмкін, ой, бұрын болып кетті, баяғы ғасырларда ғой, ескі ғасырларда ғой. Сол себепті құрметті жамағат, ауыр айтты деп ренжімеңіздер. Ауыр айтқан болсам кешірім сұраймын. Егер іштердің бауырларымыз кейбіреулер жаңа ренжіп жаңағыдай кейін мені ренжітіп тастады, ауыр айт деген болса, мен ол кісілерден кешірім сұраймын. Бірақ шындық ащы болады. Шындық ащы болады. Енді тәтті қылып айта алмаймыз. Енді біздің білмеймін, Алла тағала берген осындай қабілетіміз шығар. Сол. Бірақ тәтті қылмағаным үшін кешірім сұраймын, бірақ шындықты айтқаным үшін кешірім сұрамаймын. Ауыр болса қабылдаңыздар, басқаларға жеткізіңіздер, сіздерге аманат. Осы арқылы біздер түзелеміз, осы арқылы біздер ұтамыз, осы арқылы біздер Алланың разылығын табамыз. Вақулу қаули хаза астағфиру ли ва ли амати муслимин субханаллахи ва бихамдихи ашһаду ан ла илляха илля анта астағфирука ва атубу илейк.